Бүгін Қазақ-Бұзғы жобасында қаңтар қырғынын ұйымдастырған Назарбаев екені белгілі болды. Мұны бас прокурор Берік Асыловтың сөзінен ақ байқауға болады. Скажите, Нурсултан Назарбаев фигурирует в делах о январских событиях? Последний вопрос. На этот вопрос я не могу ответить. Самат Әбіш қамауға алынды деп ойлап қалдыңыздар ма? Жоқ. Назарбаевтың немере бауыры жай ғана куәгер екен да. Дали дело в суд. По поводу Самата Әбіша. Он находится в стране или нет? Или вы его отпустили? Его никто не задерживал. Он, наверное, находится и в стране. Может быть, он улетел. Мне это неизвестно. Осы және басқа да жаңалықтарды дәл қазір сараптайтын боламыз. Кеттік онда. Ассалаумағалейкум, қасқыр мінез қазағым. Қаңтарда қайқы жұтқан қазағым әділдіктің түбіне әлі де жетіп үлгермеді. Әрине, сасық биліктің басты мақсаты кінәлілерді анықтау емес екендігі айдан анық қой. Шынында да сұрақтар көп, бірақ бір жыл өтсе де жауап жоқ. Бүгін сіздерге біраз шындықтың бетін ашпақпын. Тек сіздерден өтініш. Арнаға жазылып, подписка жасап, қасында тұрған қоңырауды басып қойыңыздаршы. Лүпілде басыңыздар, пікірде жазыңыздар. Бұл өте маңызды. Себебі осы арқылы Қазақ-Бұзғы жобасын көбірек қазақ көретін еді. Келістік пе? Рахмет. Алла разы болсын. Өткен жылы қазаққа өшпес қайғы сыйлаған қаңтар қырғынының ақиқаты әлі де ашылмады. Билік мұның кім ұйымдастырғанын ашық айтпаса да жасырмады. Сол кезде кетіп қалды талай жандар қасымдағы. Жасырып қайтейін, құқық қорғау органдарының біз білмейтін былықтары қаншама. Қу билік-ау, қылмысыңды жасырудан шаршама. Молодец, браво. Не деймін? Қыра беріңдер, қазақтарды жылатып, жыға беріңдер, қан жалаған қылыштарыңды бізге сұға беріңдер, кейін құлайсыңдар. Әзірше тұра беріңдер. Негізі қаңтарда қазаққа қан жұтқызған кінәлілер кім? Қалай ойлайсыздар? Міндетті түрде төменде пікір жазып кетіңіздерші. Көрерменнің ойын білгім келеді. Күтемін. Ал құқық қорғау органдарының нұсқасы мынандай екен. То есть Масимов главный организатор, правильно? Да или нет? По версии следствия. Можно сказать, да дейді. Байқадыңыздар ма? Еліміздің бас прокуроры Берік Асыловтың бірдеңені жасырып тұрғанын бірден ақ байқауға болады. Мәсімовтің бұл ойында жай ғана кукла екенін күллі қазақ біледі. Бізге қызығы осы куклаларды басқарып отырған куклаводтың есімі ғой. Ол әрине сонау 86 жылы билікке қанмен келген Нұрсұлтан Назарбаев. Мұны бас прокурордың мына бір сөзінен байқауға болады. Тыңдаңыздар. Скажите, Нурсултан Назарбаев фигурирует в делах о январских событиях? Последний вопрос. На этот вопрос я не могу ответить. По какой причине? Скажите, пожалуйста. Кітап жазылды да? Неге кітап жазылды? Ол билікке келуді көздеді, 3 жыл билікте ол көзде отыруды. Кітап жазған мен емес қой. Қазақстандық адамдардан сұраңыздар. Подождите, почему вы не можете сказать по Нурсултану Назарбаеву? Карим Масимов был человеком Нурсултана Назарбаева. Он сейчас главный якобы... Скажу, по госизмене расследует уголовное дело Комитет национальной безопасности. В данный момент я вам еще раз, она в секретном режиме рассмотрится. Но он фигурирует или нет, вы можете сказать, есть ли Нурсултан Назарбаев? Не знаю. Естеңіздер, қаңтар қырғынына Назарбаевтың қатысы жайлы сұраққа Берік Асылов әзірге белгісіз деп жауап қатты. Скажите, Нурсултан Назарбаев фигурирует в делах о январских событиях? Последний вопрос. На этот вопрос я не могу ответить. Егер шалдың қаңтарға шын мәнінде қатысы болмаса, прокурор тікесінен жоқ деп жауап беретін еді ғой. Дұрыс па? Бұл жерде бір шикілік бар. Сосын осы билік басындағылар Назарбаев пен оның отбасы жайлы бір әңгіме қозғалса, бұтына түшіп қойған 5 жастағы баладай неге мыңқ етіп мінгірлеп қалады екен, Факты бойынша ол төрінен көрі жақын зейнеткер емес пе? Әлде ол Қазақстанды әлі де басқарып отыр ма? Да что ты, черт побери, такое несешь? Бас прокурордың айтуынша қаңтар қырғынын ұйымдастырған өзіміздің КНБ-нің басшылығы екен. Онда Масимовпен бірге Самат Әбішті неге қамамады? Ол бұлай тұрсын, Назарбаевтың немере інісі шетелде жүрген көрінеді. Бұған не дейсіздер?
По поводу Самата Абиша. Он находится в стране или нет? Или вы его отпустили? Его никто не задерживал. Он, наверное, находится и в стране. Может быть, он улетел. Мне это неизвестно. Сұрақтан қашқан бас прокурордың қолшоқпары Мейрамбай Кемалов тілшілерді ит дегені бар емес пе? Бұл жерде кімнің ит екенін мен айтпасам да көріп тұрсыздар ғой. Бұлар журналистер жайлы осындай пікірде болса, қарапайым жұртты өзара не деп атайды екен, Мейрамбай деген арамзат, адамзат, прокуратура өкілі бола тұра, тілшілердің қызметіне кедергі жасау туралы статьяны білмейді-ау. Нет. Жалпы біздің билік қаңтар оқиғасын ұмытуға барынша тырысып бағуда. Әйтеуір қазақ қайтадан көтеріліп кетпесін деп, ырымын жасап, тығылып болса да тағзым деген мемориалды ашты. Құрметті қауым, біз бүгін еліміз үшін айрықша мәні бар іс-шараға жиналдық. Қасіретті қаңтардан бері бір жылға жоқ уақыт өтті. Сол күндері халқымызға зор қауіп төнді. Правоохранительным органам и армии мною дан приказ открывать огонь на поражение без предупреждения. Ашылу салтанаты әдем өтті. Бір жанма батқаны сонау қаңтар қырғынында қаңғыған оқтан қаза болған жандардың туысқандары тағзым ескерткішінің тағзымын сезбек түгілі көре алмады. Бір ауыз айтылған жоқ, адам құрлы көрген жоқ. Қаншама мына жерде қан төгілді, соның орнында білмеймін бір қырғын туралы осы жерде ештеңе жоқ еске алатындай. Бейбіт халықтың қаны төгілді. Ол жерде мен жолдасымнан айырылып қалдым. Балалар, 3 балам әкесінен айырылып қалдым. Мен де келіп, мен де осы ашылғанында болғым келген. Біз аналар, жарлары соған лайық емеспіз бе? Тіпті бұл мемориалда Назарбаевтың ізі жүр. Ақшаны жеп қойғанын айтып жатырмын да. Ескерткіштің сапасы жайлы біраз сұрақтар туындап еді ғой алдында. Барлығы әшін декоративный нелер ғой, кәдімгі үйді, заборды қоршайтын міне. Шел міне. Ішінің барлығы әшін арматурларға неге каркасқа кегіз қатырып қойған. Бәрін астын сылайсаған міне. Өгітіліп атыр әшін сылайған, расты қор әшін. Мұна қызықты қараңыздар, міне. Міне. Көрдіңіздер ме? Міне. Мұнау не сұмдық масқара ғой, қараңдаршы. Міне. Ұмытпаған шығарсыздар. Сол кезде ойбай террористер полицейлерді бауыздап, бастарын кесіп алып жатыр екен деген жаңалық тарап еді ғой. Әрине мұның өтірік екенін біз білдік емес пе? Құрсын күні кеше бұл ақпараттың өтірік екені ресми түрде расталды. Еще были слухи о том, что были отрезаны голову и так далее. Не слухи, это действительно отрезаны. Неправильная информация поступается. Поэтому мы эту вещь отрубленной головы тоже проверяли. Мы такого рисунка не нашли. Мы следствие полностью проверили, но не нашли. Сонда не болды? 20 мың террорист қайда? Жалпы біз кімнің дос, кімнің жау екенін ажырата алмай қалдық қой. Ау биліктегілер. Ақыры айтатындарың өтірік. Құдай-ау алдын ала дайындалып алмадыңдар ма? Сендерге репетиция жасауға 1 жыл уақыт бердік қой. Соның өзінде ауыздан авария жасап потеря болып жатсыңдар. Өтіріктің құйрығы бір тұтам деп атам қазақ бекер айтпаған ғой. Өтірік демекші, күні кеше Тоқаев мешітке барып, қаңтар құрбандарына Құран бағыштап қайтыпты. О жаратушы Раббарымыз Алла Тағала, осы оқылған қасиетті Құран аяттарынан болған сауапты Ла илаха иллалла Мұхаммаdur Расулулла деп еткен барша мұсылман ұрқына бағыштаймыз. Және де арнайы осы отанымыз үшін, жеріміз үшін саяси қуғын сүргіндерде қайтыс болған, соғыстарда, ашаршылықтарда қайтыс болған барша ата-бабаларымыздың аруағына бағыштаймыз. Бізде әумин деп қояйық. Бағышталған бұл Құран қабыл бола ма екен өзі?
Мені тұспалдап тұрғанымды түсініп тұрған шығарсыздар. Бүгінгі айтарым осы, қасқыр мінез қазағым. Арнаға жазылып подписка жасап, қасында тұрған қоңырауды басып қойыңыздар. Лүпілді де аямаңыздар, пікір де жазыңыздар. Бұл өте маңызды. Себебі сіздердің осы әрекеттеріңіз арқылы Қазақ Той жобасын көбірек қазақ көретін болады. Мен бәріңізді жақсы көремін. Назарда болған Қазақ Той жобасы. Кездескенше күн жақсы.